Ассаламағалейкум, құрметті көрермендер. Міне бүгін бізде қойды көпкілеу науқаны, міне мынау көпкінің жағдайы Совет өкіметінен қалған нәрсе. Қазіргі уақытта да қолданылып жатқан жағдайы бар. Мына жақта міне қойды көпкілейін деп жатырмыз. Бұл қойдың түспегеніне 3-4 жылдың көлемі болды. Бұл қойларды енді 3-4 жылдық қосылын алдырып жіберейік деп тұрмыз. Осылай дәрілеу барысы. Міне жерде 300 қой. 300 қой барлығымыз жиналып Суықсай ауылының түбінде жотаның үстінде қойды көпкілейміз. Ал олай болса тамашалаңыз. Бізбен бірге болыңыздар. Міне қойдың бәрі түсіп жатыр. Міне. Ей, чек плей. Бастырылғаны қалай? Чей. Сотқы тұра берсін да. Опа, кетті. Нау, түн шыққамай ма? Мына қайда кетеді енді? Опа! Мына бері кетпеймін енді. Малдайды екен оны. Кәм малдайды оны. Қазір. Міне кетті. Опа! Концерт қой мына ешкілер. Кетті әлі. Мағарап жатыр. Шығып жатыр. Çık. Мына аударылып қалды ғой. Көтеріп алу керек белді. Жоқ. Басы қайырылып қалды ғой керісінше. Темір қайда тағы да. Ілініп қалды андағы. Міне. Басын. Крик ал бәріміз. Жолды білмей жатыр. Малдайды екен ғой кәдімгідей бұлар. Түн шығып қала ма десем мен? Ал, кіріңіз. Жында ұнадан да. Болды, кете берсін. Чик. Мына жаққа өзі малдап бара жатыр. Жұмысымды істеп тастайын қазір. Міне қойлар кетті. Аласыз ғой орнына осында. Осындай аласыз бірлақ. Ана шығып кетті ғой, шығып қой ба? Қайда кетпейді? Шыға кетпейді. Батты ғой мыналар. Мына бер қартайға. Баттан да лақтар. Қазір. Кішкене, 1-2 минут. Таста телефонды. Кім бар түсіріп тұрыңыздаршы? Ғалымға бере. Сіз түсіріңізші. Бұлай ұстап тұрсаңыз болды камера. Қосылып тұр. Өзіңіз қарап отырып. Сөйлеп отырып. Міне. Ербол палман, Бұны айды лақтыра байатыр. Гала бір атып тұрады. Бір лаққа шамасы келмей жүр ана. Сашка ғана. Пайдасы не? Соны айтсаңыз. Пайдасы. Соны айтыңыз.
Ерболдың қойын түсіріп жатырмыз де. Міне Ербол палуан. Айтып отыршы еді. Триггер. Ақсақал, тоқтамаңыз. Бәрін түсіп атсыңдар. Түсіп атсыңдар. Нарлан палуан тұран, Нарлан палуан. Гала деген жігіт, Нарлан деген жігіт. Түсіп атты. Әнірбек. Анау, Мені лақтырып жатыр. Bir dem алайықшы. Құш. Арғатайға. Көрмедік. Бірінші рет. Бұның пайдасы не? Күпкінің соны айтыңызшы. Қойдың мына күпкіге түсіріп жатқан себебіміз ұрықтың алдында ертерек түсіріп жіберген жақсы. Қойға да пайдалы, малға да. Ноябрьдің бірінде қой күпкіге түседі. Сол уақытта алдын ала алып жіберсе күйекке түседі. Ұрықтанады, соны алдын ала алып жіберсе, ивен салғаннан көрі суға түскені жақсы. Қой ұрықтанып жатқанда кейбір жігіттер ивен салады, ивен ұрықты өлтіреді. Қой папторка жасайды. Содан осының бәрі айналаны көрсеңіздер, бүйтіп бұлай қаратып қояйын, бұлай қаратып қояйын. Так, міне түсіп жатыр. Өте керек, пайдалы зат. Біріншіден мал үшін, екіншіден халық үшін өзіне зияншылығы жоқ. Нарлан деген жігітің мынау. Бүткіде жатып өзі сақалды да жіберді енді. Тау болсыншы. Өшірмей жүрмей. Ербол деген мынау міне. Қойды алып жатыр. Мына түсіп жатсың. Главный осы. Кетіп жатыр. Так. Мына жақ қойды да алайық. Қойың міне. Оңғар алатауын ғаны. Бұлай алғанда. Бұлай. Әні. Сиыр деген бұлай. Алым, ажақты бір түсіріп қой, ажақты бір айналып. Түсіріп қойды, оның бәрін. Қазір түсіріп қойды ма. Бәрін алып атыр енді. Шая үйесі. Міне. Алып атыр ма екен әке? Кетіп атыр. Тоқтата тұрайық па, Нұрбек болды. Ау. Қызылды бастан болды ғой. Диенler kıvır. Ana da diyen. Bas sevdim. Hadi sürme. Yer bol.
Soğuk жатқан қойлар қосылуларын алып жуынып свежий болды. Міне бұл сиыр 5 жасар сиыр қазіргі уақытта жем жеп бордақыланып жатыр. Бұйырса міне 200-ге дейін беріп қалу керек салмақ. 170-тен 160-тан жоғары 200-бен арасы.